Васиябака фатоххир. Киіміңді таза ұста, ей Мұхаммед дейді. Киімге кірді. Көріңіз қандай? Киіміңді таза ұста. Қоғамда киімге немқұрайды қаралған. Іш киімнің бәрінде зәр ғой. Алла Тағала егер бізге дәретті үйретпегенде, әлхамдулилля ләзи хадана ли хаза. Барлық мақтау Аллаға бізге осы дәретті үйреткен. Егер бұл дәретті үйретпегенде, іш киім ешқашан таза болмас еді. Соған да ақылымыз жетпес еді біздің сол жерде таза ұстауға. Раббымыз үйреткеннен кейін ғана білмеген нәрселерімізді үйретіп, дамыту үстіне дамытқысы келеді Алла Тағала бізді. Киіміңді тазала, ей Мұхаммед. Біз мысалы тек қана намазда, намаздың кезінде ғана енді киім таза болу керек деген көңіл бөліп, басқа уақытта бір жұмыс істеп атып, нәрсе шығып кетсе жұмыс жалғастыра береміз ғой енді. Намазға келгенде бірақ таза киім болу керек деген мағынада. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үнемі байланыста бол Аллах Тағаламен. Кез келген уақытта уақи келіп қалуы мүмкін. Үнемі таза жүру керек. Қараңыз қандай нәрсе. Бұл тазалықты Аллах Тағала үйретеді. Мұса алейхиссалам тура ойпатына Аллах Тағала алып келген кезде, фәләммә атаха нурия я Муса, тура ойпатына келген кезде Мұса дауыстап шақырылды дейді. Ей Мұса деп Аллах Тағала сөйлескен екен. Инни ана раббука, сөзсіз мен сенің Раббыңмын, яғни жаратушыңмын, сені тәрбиеңе алатын менмін, мен сенің қамқоршыңмын, мен сенің қожайыныңмын, мен сенің еңмін деген бағынан бәрі кіріп жатыр. Сосын қараңыздар қандай нәрсені бұйырады. Тура ойпатына келді ғой. Фахла ғалайка, шеш ана екі аяқ киіміңді, былай қарай. Қараңыз. Уақидан бұл. Шеш піста ана екі аяқ киіміңді. Дереу. Фахла. Дереу шеш. Иннака бил вадил муқаддаси туа. Сен қазір қасиетті туа ойпатында тұрсың. Мен осы жерді қаладым, сенімен сөйлесуге дейді. Ва ана ахтартука. Мен сені таңдадым, ей Мұса. Фастами лима юха. Қазір саған уақи етілетін нәрсеге жақсылап тұрып тыңда. Инни ана Аллаху. Сөзсіз мен Алламын деп сөйлеген. Қараңыздар қандай үлкен нәрсе да. Ла илаха илля ана. Менен басқа тәңір жоқ, ей Мұса. Фағбудни. Еш кідірместен маған құлшылық қыл дейді. Ва ахимис салата ли зикри. Және намазды мені еске алуым үшін атқар дейді. Намаз не үшін атқарылады екен? Алланы еске алу үшін. Парызды мойнынан түсіру үшін емес. Раббыңды еске алу үшін. Ол мұқтаж емес қой бізге. Біздің руку, сәжделерімізге де мұқтаж емес. Біріншінен айтты, таухидты айтты. Алладан басқада. Екінші ескертуі. Инна сағата атиятун. Ей Мұса, сөзсіз қиямет сағаты келеді. Қараңыздар қандай нәрсе. Акаду ухфиха. Мен жасырып қойдым дейді оның. Болатын күнін ешкім білмейді дейді оны менен басқа. Не үшін ол қиямет орнайды? Литуджза куллу нафсин бима тасға. Әркім өзінің осы дүниеде талпынған нәрсесінің не жазасын, не жарылқауын алу үшін дейді. Ей Мұса, тағы ескертіп отыр. Фәлә ясудданнака. Қараңыздар. Сені адастырып кетпесін. Анха, қиямет күнінен. Қараңыз, қиямет күні деген нәрсені ұмыттырып жібермесін саған. Кім? Мән ла юъмину биха. Оған иман келтірмейтін. Ваттабаға хаваху. Өзінің көңіл қалауына еріп кеткен. Фәтарда. Сөйтіп өмірі заяға кеткен біреу сені қиямет деген тақырыптан алып кетпесін дейді. Мұсаға айтып отыр. Міне аяқ киімін шештірді. Көрдіңіз ғой? Таза. Аллах Тағала таза, тазалықты жақсы көреді. Таза нәрсені ғана қабылдайды. Алламен байланыста өтірік мүлде жүрмейді. Бәрін біледі. Ішкі дүниеңе дейін. Өтіріктің болмауының өзі тазалық. Өтірік қалай кірді? Мысалы, Мединалық кезеңде мұнафықтарға быт-шыт болды да, жан дүниелері. Өтіріктің жоқ болуының өзі тазалықты білдіреді. Рухани тазалық ол. Шын байланыстыру керек сіздер Раббыңызбен. Шамаңыз келгенше бізге солай бұйырған. Фаттақуллаха мастатағтум. Алла Тағаладан шамаларың келгенше абайлаңдар дейді. Шамаларың келгенше қорқыңдар.